Баршаңызға сәлем, мен қымбатты көрермендерім, менің оқырмандарым, мен арнама қош келдіңіздер. Күн санап жаңа жылымыз келе жатыр. Ең көңілді, ең сондай әдемі мейрам жылма-жыл күтетін осы мейрамға дайындық әлден жүріп жатыр менде. Қандай салат жасаймын, дастарханға не қоям деген сияқты. Сол бүгін осы бір салатты жасап көрейін деп жатырмын. Егер алып қосары болса қарайым. Енді мен ол үшін біразғантай мынау сиырдың еті, мен сиырдың етін алған сайын салатқа осылай бөлек-бөлек турап қоям. Осы етті жібітіп қойған едім, сол жібіп жатыр. Енді бір-ақ пияз алдым. Осы көп дүкенге бармай қалсаң, холодильнигің босап қалады. Осы холодильникте не бар екен деп, сол қарап-қарап тауып алғандарым. Сол осы бір-екі болгар бұрышы, бірер помидор, бір-екі саңырау құлақ тары жатыр екен. Осылардың бәрін бір пайдаланып жібергім келіп жатыр. Қалай шығатын көрем. Тағы не басқа қосуға болатын. Бұл біздің өзіміздің қазіргі кешкі шайымызға жасап жатқан салатым. Енді осыларымның бәрін мен қазір қуырып алайын деп жатырмын. Ең бірінші жаңа болгар бұрышын, саңырау құлағымды, биязымды бәрін қуырып алатын боламын. Біразғантай тұзбенен тек қана бұрыш қосып жатырмын. Басқа ештеңе де қосып жатырған жоқпын. Бұларды тек біразғантай қуырып алғаннан кейін етімді жақсылап қуырып алатын боламын осы майға. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар дегім келеді. Менің арнамда осындай түрлі салаттардың, ұлттық тағамдардың, заманауи салаттардың, тәтті тоғаштардың түрлері өте көп. Осы бейне жазбаның астында, описание бөлімінде менің барлық бейне жазбаларымның сілтемелері тұрады. Кіріп қарауларыңызға болады. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Арнаға тіркеліңіздер дегім келеді. Бұл менің өзімнің күндегі бос уақытымды тиімді пайдалану бағытындағы хоббиім деп айтсам да болады. Күнбе-күн осындай жаңа видеолар түсіріп тұрам. Ол біріншіден өзімнің де бос уақытымды тиімді пайдаланам. Үйімдегі келген қонақтарыма да небір әдемі тағамдарым дайын тұрады. Одан мен ешқандай да зиян көрмеймін. Сондықтан да осы күнбе-күн бір тағам түсіріп тұрған жақсы көрем. Енді мен шағын ғана 3 жаңа картоп алған болатынмын. Оны үккіштің ірі көзінен өткізіп алдым. Және бір сәбіз алдым. Олардың бәрін мен пісіріп алдым. Сәбізімізді осындай үккіштің ірі көзінен өткізіп алатын болам. Әрі тоқ салат болады. Сондай-ақ 2 ғана жұмыртқа алдым. Оны үккіштің уақ көзінен өткізем. Сондай-ақ бір 4 киви жатыр екен. Осы 4 кивиде де осы оформлениеге пайдаға асырып жіберейін деп жатырмын. Оның қабығын ашып алып, өзі де кішкентай кивилар екен қалған. Осы жұқалап, осы турап алып жатырмын. Және гранаттан біразғантай алайын деп тұрмын. Гранаттың түсі өте әдемі. Бір әрбір жеріне оформлениеге ғана алам. Осындай біразғантай гранат алып жатырмын. Енді салатымызды дайындау үшін мен ылғи тарелкаларға жасайтын едім. Енді осы жолы осы бір сопақша ыдыс алып жатырым. Соған жаңағы қуырып алған етімді, саңырау құлағымды бәрін араластырып қойған болатынмын. Соны бір қабатына салдым. Екінші қабатына мен картопымды салып жатырмын, жаңа үккіштен өткізіп қойған.
Оның үстіне біраз қандай майонезімізді жағамыз. Оның бетіне енді сәбізімді салып жатырым. Мен бұл салаттың мейлінше бір биік болғанын қалап тұрым. Сондықтан осындай қабат-қабат қылып жасап жатырым. Оның үстіне жаңағы етімді, саңырау құлақтарымды тағы да салып жатырым. Айналасын тегістеп қойып жатырым. Және оның үстіне помидорымды да салып жатырым. Сіздер егер жасасаңыздар, өзіңіз қалауыңыз біледі ғой. Қандай тағам салсаңыз да өзіңіз білесіз. Мен тек өзімізге болғандықтан үйдегі бар тағамдарымды тек пайдаланып тастап жатырым. Біздер кешкісін тамақ ішпеуге тырысамыз. Өйткені енді біздің де жасымыз онша жас емеспіз. Сондықтан да денсаулықты күту керек. Егер тамаққа тойып алып жататын болсақ, түнде асқазанымызға әрине өте ауыр болады. Сондықтан да жеңіл шайменен, жеңіл салатпен жата қаламыз. Сол кешкі шайыма әзірлеп жатқан салатым бұл менің. Міне осылайша мен барлық салатымның құрамын салып болдым. Енді айналасын бәрін тегістеп жатырым. Енді содан кейін оформлениеге көшетін боламыз. Енді жаңағы кесіп турап алған кивиларымызды осылай жан-жағынан үстіне бәрін қоям. Міне осылай кивиларды қойып болдым. Егер жетіспейтін жері болса, қайтадан оны толықтыратын боламын. Енді мен әр жеріне петрушканың жапырақтарын кішкене қысқа сабақтарымен алып орналастырып көріп жатырмын. Қалай тұратынын көреміз. Егер тұрмайтындай жағдай болатын болса, онда бір-бір жапырақтан кесіп алып жасайтын боламын. Міне менің салатымның жалпы сыртқы формасы осындай болып шықты. Енді жаңағы гранаттарымды әрбір жерлерінен қойып орналастырып жатырмын. Міне менің салатым осындай болып шықты. Егер ұнаса пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше хош сау болыңыздар. Менің арнама кіріп тұруды ұмытпаңыздар.